Сәлеметсіздер ме? Есім Асанәлі, бұл ғажап әлем арнасы және бүгін Google компаниясы туралы қызықты мәліметтерді білетін боламыз. Арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Google компаниясы алғашында Backrub деп аталған. 1999 жылы Google компаниясының негізін қалаушылар аталмыш компанияны Excite компаниясына небәрі $1 миллион ұсынған. Бірақ Excite'тықтар бас тартқан. 1 минутта Google'да 2 миллион іздеу сұранысы орындалады. 1 секундтан аз уақытта кез келген сұраудың жақсы нәтижесін қамтамасыз ету үшін 200-ден астам факторды ескереді. Google дүние жүзінде ең көп адам кіретін сайт болып есептеледі. 2014 жылы Google'дың $66 миллиард табысының 89% жарнамадан түскен. 2019 жылғы Google'дың барлық іздеу операцияларының 65% смартфон арқылы орындалған. Google карта көмегімен сіз су астындағы теңіз өмірін, коралл рифтері мен батып кеткен кемелерді көре аласыз. Барлығымыз көріп жүрген YouTube'ты Google компаниясы 2006 жылы қазан айында $1 миллиард 650 миллион сатып алған. YouTube Google'ден кейінгі екінші үлкен іздеу жүйесі болып есептеледі. Бұл Bing, Yahoo, Ask және Яндекс секілді іздеу жүйелерін басып озады. Yahoo компаниясының бас директоры Мариса Мейер 1999 жылы Google қызметкері болған. Google және Оксфорд университеті жасап шығарған жасанды интеллект жүйесі адамдарға қарағанда жақсы оқи алады. Жыл сайын Google бүкіл әлемнен 2 миллионнан астам жұмысқа орналасуға өтінімдер алады. Егер Google'дың орнына сіз Bing іздеу жүйесін қолданатын болсаңыз, Microsoft компаниясы сізге ақша төлейтін болады. Google'де 25 миллион кітаптың еңбек қоры бар. Оны оқып бітіруге адам баласының өмірі жетпейді. Google жарнамадан жылына $20 миллиард табады. Бұл CBS, NBC, ABC және Fox арналарының табыстарының қосқаннан көп. Google компаниясының жұмыс істейтін қызметкерлердің 14% жоғары білім алмаған. Gmail алғаш рет 2004 жылдың 1 сәуірінде іске қосылғандықтан, көпшілік адам оны 1 сәуірлік әзіл деп ойлаған. Бұл керемет алып компания өзін-өзі бағдарламалай алатын ақылды компьютерді құрастыру үстінде. Google Earth, яғни Google жер дерек қорының жалпы мөлшері 20 петабайттан асады. 1 петабайтта 1000 терабайт бар. Назарларыңызға үлкен рахмет, сіздерді ақпараттандырған Асанәлі. Бұл ғажап әлем арнасы, біздің арнаға жазылыңыздар, лүпіл басыңыздар, өз комментарийларыңызды қалдырыңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.